Биыл оңтүстік Қазақстан облысына, Павлодар, Қостанай, солтүстік Қазақстан облысына 404 мүшесі бар 103 отбасы қоныс аударған. Өңірден көшіп барған азаматтардың жермен қамтылып, ауыл шаруашылық жұмыстармен айналысуына және жұмыспен тұрғын үймен қамтамасыз етілуіне ешқандай кедергілер жоқ. Сондай облысымызда серпін 2050 бағдарламасы аясында тегін оқу гранттарының үміткерлерінің саны 8 мыңға жетіп отыр. Бұл туралы Ақмола облысына үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаевтың қатысуымен өткен онлайн селекторлық режимде оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев мәлім етті. Өңір барысы өз кезегіне негізгі 3 мәселені көтерді. Оның алғашқысы оңтүстік халқын солтүстік облыстарға көшіру. Бұл ретте әкім қоныс аударушылардың жол қаражатын мемлекет тарапынан төлеп беруді ұсынды. Облыс әкімі қоныс аударушыларға демеушілік жасау мақсатында жергілікті депутаттар мен кәсіпкерлердің атсалысып жатқанын баяндады. Алайда ол аздық етеді деген өңір барысы солтүстікке көшкісі келетіндерге кемінде бір рет сапарлап барып, ондағы ахуалмен танысуға мүмкіндік беру керек деп есептейді.